Халық қаһары. Әлеуметтік маңызы бар нысандарды ұзақ мерзім құрылысы мәселесімен күресетін жаңа адамдардың азаматтық науқаны. Шенеуніктің әлеуметтік нысандарды уақытында салу немесе қалпына келтіру туралы орындалмаған әрбір уәдесінің артында сапалы медициналық көмек ала алмай, балаларын жайлы балабақшаға немесе мектепке бере алмай, тіпті қаладағы аулада ыңғайлы ойын алаңын пайдалана алмай жүрген мыңдаған адамдар тұр. Алайда құрылысты кешіктірген жауапты тұлға өзінің қызметтерінде қалып, сол үшін еңбек ақы алуды жалғастыруда. Халық қаһары шенеуніктердің біліксіздігін көрсететін, айқын істерін іздестіретін, оларға халық антисыйлығын ұсынатын және олардың уәделердің орындалуын қадағалайтын жоба. Ай сайын қазақстандықтарға елдегі ең жауапсыз шенеунікке дауыс беру ұсынылады. Ең көп дауыс жинаған жеңімпаз озбырлық пен жұмысқа немқұрайлық белгісі болған, аяқталмаған ЛРТ түріндегі анти-жүлдені алады. Анти-жүлде иегері есімі бүкіл елге белгілі болады. Уәдесін бірнеше рет орындамаған жағдайда команда шенеунікті қызметінен босатуды талап етеді. Абырой, шенеуніктің орындалмаған уәдесіне таң қалу, жауаптылардың немқұрайлығына қарсылық танытып, олардың қызметтік міндеттерін орындауын талап ету. Халық білімді, жауапты, тиімді басқарушыларға лайық. Жаңа әділетті Қазақстанда біліксіз шенеуніктерге орын жоқ. Халық қаһары азаматтық науқанын өз қалаңда ашқын келеме? QR код бойынша өт және бізбен бірге жаңа әділетті Қазақстанды құруды баста.